Атамыз Төлеу Шайық Мұсабалаұлының құжаттарында туған жылы 1907 жыл деп көрсетілгенімен өзі доңыз жыл туғанмын дейтін. Қазақша жыл санау кестесіне қарайтын болса, ол 1911 жылы Жарма ауданының Үшбиік пен Аягөз аралығындағы Өкпеті тауының баурайында орналасқан қыстақта дүниеге келген екен. Өткен ғасырдың 20-30 жылдары елді қысқан ашаршылық кезінде оның отбасы күнкөріс қамымен Аягөз қаласына қоныс аударады. 4 жылдық мектептен ғана білім алғанмын, онша сауатым жоқ деп айтатын еді жарықтық атамыз. Алайда оның сандығында араб қарпімен, яғни төте жазумен жазылған және 1929-1940 жылдар аралығында қолданыста болған латын қарпімен жазылған қолжазбалар көп болатын. Біздің кішкентай кезімізде сол жазбалардан Сабырбай мен Байбаланың айтысы, батырлар жыры, би шешендердің даналық сөздері сияқты рухани құнды мұралардан оқып беретіні еміс-еміс есімізде қалыпты. Атамыздың көзі кеткен соң бұл қолжазбаларды үлкен кісілердің бірі әке шешемізден сұрап алған болатын. Қазір ойлап қарасақ, біз жоғары біліміміз бар деп мақтанамыз. Ал небәрі 4 жылдық білімі болған атамыз араб, латын және кирилл қарпімен жазылған мәтіндерді еркін оқып жаза алатын болған. Өткен ғасырдың 20 жылдарының аяғы мен 30 жылдарының басында салынып, аты аңызға айналған Түрксіб темір жолының құрылысы сол кездегі қазақ халқының қоғамдық әлеуметтік тұрмысын түбегейлі өзгертуге ықпал етті. Қазақстанда темір жолшы кәсібі пайда болып, жұмысшы интеллигенциясының қалыптасуы Түрксібтен бастап алады десек қателеспейміз. Түркістан Сібір темір жолының құрылысы басталған кезде көппен бірге сол құрылысқа жұмысқа алынған Төлеу Шайық Мұсабалаұлы әртүрлі курстарда оқып, кәсіби шеберлігін жетілдіріп, құрылыс біткенде нағыз маман болып шығады. Пайдалануға берілген алғашқы күннен бастап, Түрксіб темір жолы сауатты жергілікті кадрларға мұқтаж болды. Сондықтан көзі ашық, көкірегі ояу, қолынан іс келетін азаматтарды жұмысқа тартып, тәрбиелеу жол басқармасының басты міндеті болды. 1941 жылы Ұлы Отан соғысы басталған кезде басымдық құрылыста жұмыс істеп шыңдалған кадрларға берілгендіктен небәрі 30 жаста болғанына қарамастан, біздің атамыз бронь арқылы майданға жіберілмейді. Өйткені соғыс жылдарында майдан даласына темір жолмен қару-жарақ, киім-кешек, азық-түлік өнімдерін жөнелту сынды жауапты жұмысты тек әйелдер мен жасөспірім жеткіншектер атқарғандықтан, оларға жетекшілік ету үшін ең үздік мамандар қажет болған еді. Соғыстан кейінгі жылдары жас мамандардың кәсібі және моральдық қасиеттерін аша білу, кез келген жұмыстың тігін жатқызып ұйымдастыру қасиеті Төлеу Шайық Мұсабалаұлының бойынан табылатын еді. Сондықтан 1950 жылдары теміржолшылардың әлеуметтік мәселелерін шешу, салаға келген жаңа мамандарды қолдап, жол көрсету жұмыстарына бел шеше араласқан атамыз ауылдан келген жастарды кәсіпке баулып, тәрбиелеуге көп еңбек сіңірді. Осылайша Түрксіб құрылысында ізін қалдырған Төлеу Шайық Мұсабалаұлының теміржол саласында 40 жыл бойы сіңірген еңбегі мен қоғамдық қызметі жоғары бағаланып, 1946 жылы за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 жылдар, 1950 жылы отличный паровозник, 1951 жылы за трудовую доблесть, 1952 жылы ударнику сталинского призыва төсбелгілермен және көптеген алғыс хаттармен, мадақтамалармен, ақшалай сыйақылармен марапатталған. Біздің әкеміз Биахмет Төлеу Шайықұлы да көп жылдар бойы темір жолда еңбек еткенін білесіздер. Ал атамыздың бір ұл, бір қызынан тараған ұрпақтар арасында қазіргі кезде де темір жолда қызмет істеп, тер төгіп жүргендері бар. Есептеп көрсек, әулетіміздің темір жолдағы жалпы еңбек өтілі шамамен 165 жылды құрайды екен. 1986 жылдың 21 қаңтары күні кешкі ас ішіп отырып, қан қысымының жоғарылауынан құлаған атамыздың соңғы демі үзіліп, бұл дүниеден мәңгілік мекен аттанды.
Қазақ отбасында әженің орны ерекше, әрі қадірлі. Әже тек отбасының ғана емес, бүкіл әулеттің, ағайын туыстың ауыз бірлігін сақтайтын ардақты анасы, балалары мен келіндерінің, немере шөберелерінің тәрбиешісі, ақылшысы. Өкінішке қарай біз әжемізді көрмегендіктен ол туралы білетініміз өте аз. Құжат бойынша туған жылы 1907 жыл. Бірақ нақты қай жылы туған біле алмадық. Жарма ауданында өмір есігін ашқан оның балалық шағы барлық замандастар сияқты революцияның қиян кескі кезі мен азаматтық соғысқа тұспа-тұс келсе, жастық шағы ұжымдастыру мен ұлы жұтқа және екінші дүниежүзілік соғысқа тап болды. Өткен тарихымызға көз жүгіртетін болсақ, оның өмірінде ауыр еңбек, ашқұрсақ күндер, жақындарын жоғалтып, қалың қайғы жамалған шақтары да болған шығар деген ой келеді. Тағдырлары өмірдің осындай қатал сынақтармен шыңдалған атамыз бен әжеміз 1934 жылы бас қосып, дәм тұздары жарасып, бір қыз бен бір ұл тәрбиелеп жеткізді. Алайда әкеміз мектеп бітіріп, әскер қатарына алынған шақта, яғни 1968 жылы айтпай келген ажал әжемізді мезгілінен бұрын алып кеткен еді. Әке асқар тау демекші, әр перзенттің өмірінде ардақты әкенің алар орны ерекше. Әке дегенде ойымызға нұрлы жанарымен мейірлене қарайтын, отбасының темір қазығы, ұйытқысы, қорғаушысы келетін рас. Әке отбасының асыраушысы, отбасы мүшелерінің тірегі, қамқоршысы. Отбасының берекесі, мейірі шапағат көзі де осы ардақты тұлға. Әке көрген оқ жонар деп халқымыз бекер айтпаған. Мағынасын тереңірек ұғынар болсақ, бір ауыз сөзде санаға түйетін сансыз ұлағат жатыр. Асқар тау әкенің барлық қадір қасиетін, өнегөсін сипаттайтын дана халқымыздың осы қанатты сөзін арқау ете отырып, біз өзіміздің әкеміз туралы сыр шертпекшіміз. Әрине, әркімге өз әкесі ерекше қымбат. Бәрінен де артық болатыны сөзсіз. Біздің де асыл әкеміз Биахмет Төлеушайғұлы азамат деген абыройлы атқа адал, жаны жайсаң жан еді. 1949 жылы дүниеге келген Асқар таудай әкеміз Биахмет Төлеушайғұлы 1967 жылы Аягөз қаласының нөмірі 2 орта мектебін аяқтап, сол жылы көлік жөндеу зауытына жұмысқа тұрған. 1968 жылы қиыр шығыстағы Сахалин аралдарында 2 жылдық әскери борышын өтіп, 1970 жылы Аягөзге оралған ол еңбек жолын көлік жөндеу зауытында жалғастырады. Әкеміз атамыздың көптеген асыл қасиеттерін өз бойына сіңірді. Атап айтар болсақ, әкеміздің атадан дарыған ұсталық шеберлігі, даналығы, кішіпейілдігі мен мейірімділігі осының айғағы. 1977 жылдан бастап өмірінің соңғы күніне дейін ата жолын қуған әкеміз темір жол саласында өзінің дәнекерлеуші ретіндегі шеберлігін шыңдай жүріп, еңбек жолында түрлі сынақтардан абыроймен өте білді. Елеулі еңбек үшін 1975 жылы победитель социалистического соревнования, 1983 жылы ударник 11 пятилетки төсбелгілермен және көптеген құрмет грамоталармен марапатталған. Қазақтың жақсы әкенің есімі баласына 40 жыл азық деген қанатты сөздің астарына үңілсек, көп нәрсені аңғаруға болады. Өзінің азаматтық болмысы мен кісілік келбетін көпшілікке таныта білген Биахмет Төлеушайғұлының көзін көрген замандастары мен сыныптас құрдастары, достарымен бір салада еңбек еткен әріптестері әлі күнге дейін оның жасаған жақсылықтары мен қол ұшын берген сәттерін сағынышпен еске алып, артында қалған ұрпақтары бізге қамқорлықтарын білдіріп жатады. 1992 жылдың 6 мамыры күні жол апатынан қаза болған әкеміз небәрі 43 жаста еді. Ананың ақ сүті мен түн ұйқысын 4 бөлген еңбегін бағалау, оның алдында перзенттік парызды сезіну саналы, түйсігі бар жанға салмақты жүк.
ана алдында кім болмасын бас иіп, борыштық сезімін мойындау парыз. Анаңды сыйла, анаңды сыйла, тағы да анаңды сыйла деп пайғамбарымыз ана қадірін ерекше бағалаған. Біздің анамыз Ғалима Нәбиолла қызы 1950 жылдың 24 сәуірінде Қытайдың Ірімші ауданындағы Шәуешек қаласында өмірге келген. 1956 жылы атажұртты аңсап келген ұлы көшке ілескен оның отбасы Аягөз қаласына қоныс аударған. Әкемізбен бір сыныпта оқыған анамыз 1967 жылы туған қаламыздағы нөмірі 2 мектепті бітіріп, сол кездегі астанамыз Алматы қаласындағы медициналық училищеге түседі. Алайда денсаулығына байланысты ол мамандық бойынша жұмыс істей алмайтын болғандықтан кино техникумына түсіп, ойдағыдай аяқтайды. Еңбек жолын 1970 жылы жүн иіру фабрикасында бастаған анамыз әртүрлі жұмыс орындарында еңбек еткен. 1971 жылдың қаңтар айында әкемізбен бірге өмірдің жаңа парағын ашып, шаңырақ көтерді. Атамыз ұлы мен келіннің қолында болып, қара шаңырақ үлкен үй аталып, барлық туған туыстың бас қосатын орнына айналды. Небәрі 42 жасында 5 баламен жесір қалған анамыз 2011 жылдың 22 қазаны күні атамыз сияқты кешкі ас ішіп отырып құлаған еді. Сол күйі оның көздері мәңгілікке жұмылды. Мен сенің өміріңнің жалғасымын деп ән шумағында айтылғандай, ата-анамыздан 2 ұл, 3 қыз, 5 бала тарадық. Атамыз бен әке шешеміз барлығымызды ерте жасымыздан тәрбиелі, саналы, адал, қамқор болуға баулып, салауатты өмір сүруге, адал еңбек етуге, үлкен кішіні құрметтеуге үйретіп, адамгершілік қасиеттер қалыптасқан тұлға болуымызға зор ықпал етті. Ұрпағы өнегелі істі жалғастырып, шырағын сөндірмей, атадан балаға мирас болған рухани құндылықтарын берік ұстаса, ата аманатының орындалғаны. Атамыз Төлеушайық Мұсабалаұлы, әкеміз Биахмет Төлеушайықұлы және анамыз Ғалима Нәбиолла қызының өнегелі өмірлерін мақтан етеміз. Және осындай ұлағатты жандардың ұрпағы болғанымыз көңілімізге медеу болып, қуаныш сыйлайтынын айтқымыз келген еді.